Қайырлы күн баршаңызға, каналыма қош келдіңіздер. Бүгін сіздермен тез дайындалатын, қытырлаған, балалар ұнатып жейтін осындай тағам түрімен бөліскім келіп отыр. Видеоны асықпай соңына дейін көріңіздер. Ұнап жатса, лайк басып пікір қалдырыңыздар. Каналыма жазылуды ұмытпаңыздар. Біз алдымен жуып тазаланған картошкамызды тез дайын болу үшін ұсақ бөліктерге бөліп турап аламыз да, оны суға салып, әбден қайнатып пісіріп аламыз. Тағамға керек заттардың мөлшерін видеоның астына жазып қоямын. Енді осы піскен картопымызды сүзіп аламыз да, құрғақ ыдысымызға осындай сүзгішке қасықтың көмегімен ұсақ қылып үгітіп аламыз. Енді осы үгітілген картоптың үстіне жарты шай қасық тұз және 4 ас қасық жүгері крахмалын қосамыз. Енді осының бәрін араластырып, қолымызбен біріктіріп қамыр илейміз. Бізде мінекей осындай картоп қамыры дайын болды. Енді тақтайдың үстіне біраз крахмал сеуіп аламыз да, осы қамырымызды бірнеше бөліктерге бөліп аламыз. Енді осы бөліктерді алақанымызбен диаметрі 2 сантиметрдей болатындай етіп, жіңішкелеп есіп шығамыз. Қамыр өте үгілмелі болғандықтан қатты күш түсіріп баспаймыз. Осы жіңішкелеп есіп алған бөліктерімізді тағы да 2 сантиметрдей болатындай етіп, ұсақ бөліктерге бөліп аламыз. Осы ұсақ бөліктерімізді шанышқының көмегімен үстінен жайлап басып, осылай өрнек саламыз. Қамырымыздың бәрін шанышқымен басып болғаннан кейін қызып тұрған сұйық майға бауырсақ қуырғандай салып қуырамыз. Бәрін бір жолда салмаймыз, бірнеше бөліктерге бөліп саламыз, тез жабысып қалады. Сырты қатып, аздап сарғайған кезде сүзіп аламыз да, келесісін осылай пісіріп аламыз. Оны да солай сырты қатып аздап сарғайған соң сүзіп аламыз. Енді майды 3-4 минутқа әбден қызғанша отта ұстаймыз.
Әбден қызғаннан кейін жаңағы картоптарымызды қайтадан салып қуырамыз. 2 минут қуырсақ жеткілікті. Осылай болғанда картопымыздың сырты қытырлақ болып, қып-қызыл болып, әдемі болып піседі. Өзіне майды көп сіміріп алмайтын болады. Пісіп дайын болған картопымызды ыдысымызға салып, қалаған соусымызбен ұсына беруімізге болады. Астарыңыз дәмді болсын. Рецепт ұнап жатса, лайк басып пікір қалдырыңыздар. Каналыма жазылуды ұмытпаңыздар.